Енді болмайтын нәрсесін ұрыспай қояқшы Жансай. Болмайтын нәрсе? Олжас, сен үшін бұл болмайтын нәрсе ма? Сен мені естисің ба, түсінесің ба мені? Мен сен түсініп, күнде мамаңның әңгімесін, күнде мамаңның претензияларын естеймін. Ана ұнамайды, мына ұнамайды. Вечно недовольна, вечно что-то не нравится. Мен келін болған кезде бүйткем, мен сөйткем. Мен мөлдірде жүр ғой, нормально ұрыспай-ақ. Мөлдір жүреді. Мөлдір жүреді. Өйткені оны байы қорғайды. Сен мен қорғайсың ба? Сен маған поддержка бересің ба? Паттан тастайсың да отыра бересің. Үндемей. Не істеуім керек мен сонда? Не істеуім керек? Олжас, мен сенен пионы, айфон, розы сұрамайым. Маған поддержка керек. Жай сенің қолдауың керек. Мамаңнан мен қорғап отырсаң, маған сол керек. Осы үйде қорғайтын бірақ адам ол сен, Олжас, сен қашан түсінесің соны? Мен сен үшін осының бәріне көніп жүрмін. Мен сен үшін бәрін шыдап жүрмін. Айтқан әрбір сөзін көтеріп мамаңның. Сен болсам, түк істемейсің, отыра бересің. Үйленердің алдында мен сен қолдаймын. Поддержка беремін. Біреуін де орындаған жоқсың. Мен бір жалғыз жүрген адам сияқтымын. Жансай. Сөйлеме. Енді сөйлеме. Несіне әуре болдың? Қымбат шығар, қанша қалдың? Ладно. Рахмет. Жан, бөлек шығайықшы. Мама, конечно. Вау. Еще мамаға өзім айтам. Қойш. Күшті болды мынау деген. Сен құлақ қалмайсың ба? Жоқ. Бар, түс. Құлақ қалып жүресің, врачтар келіп қалды. Все, давай, абайла. Мама, күшті. Жындайын. Бөлек шығам дедіңдер. Мам, енді Саған не деді мені? Айдахар деді. Чо, мен үйтіп айтқан жоқпын. Мә, Моля сонда маған айтпай, өзің бөлек кетіп қалғың келді? Басқа. Мына, сенен ондайды күтпедім. Жансайы болса жарайды, таң қалмас едім. Білмегеннен үйдей беле шығады деген рас екен, ә? Жансайы мүмкін сен де квартира дайындап қойған шығарсың. Жоқ, мам, жоқ. Мен басқалар сияқты крыса емеспін ғой. Мен ба крыса? Сен бөлек шығамыз деп ақша жинап, депретке шықпай жүрсің ғой, әдейі. Ұрса беріңіздер, марал ұрса беріңіздер. Бізді жоқ деп есептеңіздер. Моляның комнатасына кіріп көрдіңіз ба? Карта желания жасап қойған, бұлар давно уже бөлек шығып кеткен. Ал сен болсан, маманың тамағына әдейі шаш салып жүрсің. Бауырсақты әдейі күйдіріп жүрген кім? Ал сен үйді шашып жүрсің жинамай. И чо? Сіздің любимый розаларыңыз кесіп жүрген Моля негізі. А сен, сен? Алдында класстастармен кездесеміз деп, мам, бұл қалада қыдырып жүр өзі рахаттан. Бізге айтпай. Кім екендерің белгілі болды. Мен сендерге не істедім? Бөлек шығатын болсаңдар айтпайсыңдар ма? Мен түсінем ғой. Мам, сіз түсінбейсіз. Сіз түсінбейсіз. Сізден бәрі қорқады, балаларыңыз да қорқады. Даже балаларыңыз да бөлек шыққысы келеді. Олар да біз сияқты тыныш өмір сүргісі келеді. Жандос қауып алып, футбол қараймай жүр. Оны айтасыз, Олжастың жұмыстан шығып кеткеніне 3 ай болған, мам. Сізге айтуға қорқып жүр. Қазір енді аниматор болып жұмыс істеп жүр.
звондайсыздар ғой. Біз квартираны алмаймыз. Ой, квартирасы құрсын. Мына ұрыстың немен біткенін айтсаңыз болды. Әбден қызықтырып жібердіңіздер ғой. Бізді үйге апарып тастаңызшы. Итак, апартсам ғой. Сумкаларыңыз машинада ғой. Бара беріңіздер, апарам. Так, не істеп тұрсыңдар, давайте. Квартира не сдается, топайте. Или 2 сағат қаласыңдар ма? Ойнап айтамын, барыңдар, давай. Қарасай бар ма?